Саламатсыздар ма? Менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге қазақтың ұлттық тағамының бірі ірімшік дайындайтын боламын. Осындай болып ірімшік дайындаймын. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Мынау менде сиыр сүтінен алынған сүт. Осыны осылай етіп газымызға қойып қайнатып аламыз. Суы сарыққанша әбден осылай пісіреміз. Менде суы әлі көп. Осыны әбден суы сорыққанша қайнатамыз. Арасында осындай ішінде түйірлері бар осындай. Осыларды әбден қызарып, қоңырайғанша, сарғайғанша пісіреміз. Менде қайнап жатқан ірімшігім. Оттың газдың астын азайтып, сығырайтып қойдым. Өзінің табында қайнайды осылай болып. Керемет майлы сүт. Осыдан осылай етіп қазақтың ұлттық тағамының бірі ірімшікті қайнатамыз. Менде суы сорғып, осындай қоңырқай цвет болғалды. Менің ірімшігім. Осындай болып суынан әбден сорғады. Осындай сарғыш алтын түстес болып қайнап піседі. Арасы осындай. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Осындай араларын әбден суын сорықтырып осылай қолға аламыз әбден. Осыған енді бір қасықтай қантымызды саламыз. Бұл өздеріңіз тәттілігіне қарайсыздар. Мен осыған бір қасық қант салдым. Дәмі деген ерекше. Осындай болып піседі. Пісеуін салып осылай қойдым. Барлығын біріктіріп. Осындай сарғыш, керемет, дәмді. Осындай болып шығады. Қоңырқай түстес болып. Тарам-тарам болып. Осыны енді нығыздап, барлығын біріктіріп аламыз. Осылай басып-басып. Керемет, дәмді ірімшік шығады сонда. Дәмі деген ерекше, дәмді болып, арасы да, өзі де осындай болып шығады. Балдарға жеуге жақсы. Сап-сары, керемет, дәмді ірімшік.
түсі де әдемі, жегенде де дәмді. Рахмет, сау болыңыздар, ас болсын баршаға.